Мемлекеттік сатып алуда ақша қалай ұрланатынын мүлдем білмейтін адам жазған сияқты маған. Мен сізге айтып берейін, ақша қалай ұрланатынын. Айтып отыратын болады, көріп отыратын болады. Рұқсат етсеңіз, құрметті Ерлан Жақанұлы, Мөңке би айтты ғой, ол құрамалы үйің болады, айнымалы биің болады, халыққа ешбір пайдасы жоқ, күніне бір жиын болады деді. Біз қазір нәжіде енді өңірден алып келген ойымызды айта алмасақ, ана жақта халық зар жылап отыр аға. 12 мың адам отыр Семейде, Бобровка, Мұрат деген дачыларда 2 адам, Кругличенко, Рульков дегендер заңсыз қоғамдық бірлестік айналдырып алған, күнде қанап отыр. Міне Нұртай Салихұлы екеуміз халықпен кездесуге барып тұрған күні 10 адам, анау сол бізге шағымданған 10 адам үйін жарығын қиып тастаған бар. Қорлап отыр кәдімгідей құл-құсат. Осындай мәселелер бар. Ақтоғай, Қопа деген ауылдарда не су жоқ, не жарық жоқ, не жол жоқ. Ол жақтағы адамдар да отыр, ертең біз темір жол жабамыз, басқа не істейміз, біз естіп жатқан ешкім жоқ деп. Сондықтан біз естілгенін олардың сөзін осы жерде талқыланып жатқан, айтқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, мен көп әріптестерімнің уақытын алмай қойайын, дайындаған мәселелерін айтпай қойайын. Жаңағы Еділ Терекбайұлының толық мемлекеттік сатып алу туралы заңы рас бәр жерге бөгет болып жатыр. Сосын тағы бір нәрсе бар, бұл мәмс. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Адам өліп жатыр ауылдарда. Жедел жәрдем келмейді, сақтандыруың жоқ деп. Осыны бір жүйеге қойғанша, дайындап қалпына келтіріп алғанша тоқтата тұруды сұраймын. Өйткені бұл халыққа қатты зардап тиіп жатыр. Сосын ең бірінші Абай облысының өтініші, құрметті әріптестер, біздің Абай облысы ядролық полигон аймағындағы тұрғындар ретінде алатын жәрдемақысы 3 мың теңгенің ар жақ бер жағы. Бұл ұят қой. 3 мың теңгемен біз не қай жыртығын жамап береміз, оны дардай қылып айтып отырмыз. Біз сендерге көмектесіп жатырмыз деп. Осыны мына аралдағы жүйеге әкеп, бір 15% болсын, 10% болсын қылып беріңдер деп отыр халық. Негізгі айтқым келетіні осындай еді, көп мәселелер айтатын. Бірақ мынау қатты ушығып тұрған мәселе болғандықтан мен әдейі айтып отырмын. Ақтоғай, Қопа, сосын көптеген аудандарда халық өздері дайындап отыр бағдарламасын. Жер берсеңдер, бұлай бөгет сап берсеңдер, суармалы мынша KPI-мен бағдарламасымен дайын тұр. Оны да ұсынсақ деген адамдар бар. Сондай бір жиналысқа мүмкіндік болса өңірлермен, министрліктермен. Енді барлықтарыңызға сәттілік тілеймін алдағы жұмысқа. Рахмет. Тамара Қасымқызы, сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда барлық жоспарланған жұмыстар үкіметтің бақылауында екеніне сендіргім келеді дедіңіз. Мен де сенгім келеді, бірақ сене алмайым. Өйткені өз сөзіңізде депутаттардың ұсынысы ескерілді дедіңіз. Менің сөзімді қаперін алып жатқан министрлік өкілін әлі күнге көргенім жоқ. Әне күні ең болмаса мәмсіз тоқтатырайық дедім. Оны ешкім ескермеді. Бір апта бұрын тағы да Ақтоғай елді мекенінде Жүнісбек Мирхат Талғатбекұлы деген 1994 жылғы жігіт қайтыс болды. Ауруханаға жете алмай. Содан кейін сіз баға 15%-дан аспайды дедіңіз. Бұған да сену қиын. Елді мекендерді 2027 жылға дейін газбен қамтамасыз етеміз дейсіз. Мен бұған мүлдем сенбеймін. Себебі Балқаш ауданы, бір мысал, Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас елді мекеніне осыдан 3 жыл бұрын құбырын бәрін тартып қойған. Құбырлар шіри бастады, газ әлі жоқ. 2 жылда ауылдар, жүздеген ауылдарды сумен қамтамасыз етеміз дедіңіздер. Бұларыңызда өтіріктеу. Өйткені Аягөз ауданындағы қарапайым 3 ауылды сумен қамтамасыз ете алмай отырғандарыңызға 10 жылдан асып кетті. Жайлы мектеп жобасы 369 мектеп салам дегендеріңізге мүлдем сенбеймін. Енді айып етпеңіздер. Астана Алматы тас жолы келесі жылы бітеді дейсіздер. Қалбатау Майқапшағай жолының бітпей жатқанына қанша жыл болғанын білетін шығарсыздар. Осы орайда сұрақ, құрметті Тамара Қасымқызы. Сіздердің мына жоспарлап отырған істеріңіз орындалмай қалса, жауапкершілікті кім алады мойнына? Сіз аласыз ба? Нақты соның фамилиясы, аты жөнін айтыңызшы. Жалпы бизнес қалай жасап жатқандығын айтып отыратын болады, көріп отыратын болады. Құрметті Әлібек Сәкенұлы, бізге көп өтініштер түседі. Мына шағын және орта бизнесте 2019 жылы қателеспесем мораторий жарияланды тексеруге басқасына. Бірақ шағын және орта бизнестің сол мүмкіншілікті пайдаланып дамуына біресе пандемия кедергі болды, біресеге инфляция ұрды. Енді қазір 24 жылдан бері бітет деп отыр. Олар екі көздері бақырайып қорқып отыр қазір. Бізді қайта тексере бастайды. Ол білесіз тексеру қалай болатын. Анау кел бір пара сұрайды, мынау кел бір пара сұрайды. Осы жағынан шағын және орта бизнесті қолдауда қандай әрекеттер жасалынады? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, ауылды жерлерде өзіңіз білесіз, малды бағат, етін сатайын десе, оны дұрыс бағамен сата алмайды. Не тер өңдей алмайды, не жүн өңдей алмайды, не ет өнімдерін өңдеп сата алмайды.
Осы бағытта қандай бағдарламаларыңыз бар, және ол қашан басталады? Рахмет. Жан-жақты жауапкершілік бойынша келсем, Ренат Рахметовмен, оны көбейту керек жауапкершілікті. Оны біз қосап қазанда қарастырып жатырмыз, оны келсеміз. Мынау бір көзден сатып алуды көбейту бойынша енді жұмыс топтарында қарастырайық. Қаншалықты керек екені, шынымен жаңа қаржы шығару керек па, бәрін қарастырайық. Біз жақтан қарсылық жоқ. Егер ол керек болса, біз оны келсеміз, әрине. Мынау ұлттық кәсіпкерлер палатасы жауап бересіздер ме? Сіздерге сұрақ. По сертификатам. Айтыңыз, аты жөніңіз. Қойватыр, по сертификатам. Почему вы требуете сертификаты и индустриальные сертификаты? Сәлеметсіз, құрметті төраға, құрметті депутаттар, Мурат Амрин, төраға орынбасары. Вопрос по сертификатам. В целом это в рамках поддержки производителей, чтобы видеть долю производства, местного содержания, поскольку отметили в части ответственности, у нас есть перечень изъятий на товары, которые должны закупаться у казахстанских производителей. Но квазигоскомпании, местный исполнительный орган, заказчики Казахстан товар алмайды. И мы в связи с этим и ответственность просим, и по сертификации. Сейчас то, что работа ведется по модернизации, по усилению требований для бизнеса и выработка нового механизма. Сіздер айтасыздар, біз ойбай сертификатта ұлттық өнімді қолдау мақсатында. Бәрібір сіздер түк талап қоя алмайсыздар ғой, алмай қойған адамға. Мысал ретінде айтайын, қорғаныс министрлігі ма, осы біздің әкімшілік па, 2000 компьютер қорғаныс министрлігіне бүкіл экспертизасы бар ұлттық өнім деп әкеледі, аналар алмай қойған, соттың да шешімі, сенікі де дұрыс деп шешім шығарып берген. Осындай да шешім болады. Енді отыр, анау компания банкрот болып жатады. Немен қорғадыңыздар? Сіздер оны қорғап жатқан жоқсыздар ғой. Немене керек деймін, мысалы бізде жарық шығармайтын білеміз, лампочка, свет, мысалы концерттік залдарға. Оны барып сатып алу үшін барып тағы да сіздерден дәлел керек. Жоқ, бізде Қазақстанда шығармайды дегеннен шығармайтыны белгілі ғой. Енді сіздер тізімін жасап қойыңыздар. Мынандай тауар Қазақстанда шығады, мынандай шықпайды деп. Егер қатты көмектескілеріңізге барса. Дұрыс, өте орынды ұсыныс, оны қарастыруымыз керек, өте орынды. Бірінші басшы өз закупщикке тапсырма береді. Мынау өтсін конкурстан деп. Сосын ол соған сайғып техникалық талаптар жазады. Басқалар өтіп кетсе де оларды айтып битіп қағып тастайды. Жаңағы екі жақ келіскеннен кейін жұмыстың ақшасын да көбейтеді, ойларына келгенін істейді. Ақырында жұмыс істелінбейді, ақша жымқырылады. Сосын бір кінәлі адам табады да, соны өтірік соттап жібере салады. Немене керек бұндай жұмыс? Сондықтан сіздердің заңдарыңызда жоқ, жан-жақты жауапкершілікке тарту деген. Жан-жақты жауапкершілікке тарту біздің өзім ұсынысым. Мекеменің бірінші басшысынан бастап міндетті түрде, егер жұмыс істелінбесе, жауапқа тарту керек. Жаңағы мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысында, бірінші басшысында сол мекеменің, сол кезде кішкене жауапкершілік сезінеді. Сонан кейін, мына істелінбей қалған жұмысты біреуді соттап жіберемізде отырамыз, болды, ары қарай зардабын халық тартады. Біздің жақта да қаншама ауылдар әлі күнге сусыз отыр. Қайтадан неге оны мемлекет беру керек? Неге мына қылмыс жасаған адамдар бермеу керек өтеп? Осыны өтеу жағын қарастыру керек. Тіпті қажет болса, заңға бағынған құл болмайды, қаталдық кішкене керек сияқты бұны. Сосын ауыл мәселесі бойынша сіздер 3000 айлық есептік көрсеткіш дейсіздер. 3000 айлық есептік көрсеткішіңіз 10 миллион 300 мың теңге. Трастан, негізгі жолдан 30 шақырым жердің қарын күреу ауылға жол ашу. Жете ме оған жаңағы 3000 айлық есептік көрсеткіш? Жетпейтін сияқты меніңше. Бұл жағын да қарастырыңыздар. Сосын, мына мемлекеттік сатып алуда мынандай бір қитұрқы жері бар. Өздерінше ұлттық өнімді қолдаймыз дейді, атамекеннен барып, ақбатаға алғандай бір құжат алып қою керексің. Бізде өз шығаратын өндірісіміз көп емес. Ол кез келген мекеме білет біздің шығармайтынымызды. Бірақ ана барып, атамекенге барып, жанталас бізге мұнан дәлелдеп беріңдер дейді. Осының не қажеті бар? Неге осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы біздің мемлекеттік органдардың жұмысына жан-жақты араласа береді? Мен бағана да қойдым бұл сұрақты, тағы да қойып отырмын. Неге қоғамдық бірлестіктер біздің мемлекеттік ұйымдардың жұмысына кірісе береді? Осы жағын кішкене жеңілдетіңіздер. Енді өтеу жағын міндетті түрде қарастырыңыздар. Өйткені зардабын қашамағы халық көреді, қашамағы біз бюджеттен біреудің ұрлаған ақшасын орнын толтырып бере береміз. Оның орнына өтеп берсін.
Мына ауылдығы жоқ дегенде 5000 айлық есептік көрсеткішке көбейтуді ұсынамын. Рахмет.